қасықтай қаны қалғанша шайқасқан ержүрек батырлардың бірі Келімбердіұлы Ақпан батыр. Батыр бабамыз Әлмисақтан бермен қарай осы бір ұлы дала төскейін ұлысын айналдырып, ұрпақ өрбітіп, қазақ атты ұлттың ұйысқан алтын ұясын жасай білді. Қазақ хандығын 50 жылға жуық билеген Қасым ханұлы Хақназардың жер қайысқан әскері сапында талай жорықтарды бастан кешкен батыр бабамыз Ақпан еңсегей бойлы ересін билеген дәуірде 1531-1605 жылдарда өмір сүрген. Тарихи жырлар мен шежірелерге сүйенетін болсақ, Ақпан батыр 1531 жылы ақпан айында Түркістан аймағындағы Адайұлы Келімберді батырдың шаңырағында дүниеге келген. Келімбердіұлы Ақпан батыр тағдыр қосқан асыл жары Амандәулет қызы Айшадан бірнеше ұл қыздары болған. Бірақ бірін-бірі көрмей фәниде тұрақтамайды. Тек Қаракүшік атты бір ұлы ұрпағын жалғастырған. Оның есімін Қосай атасы ырымдап, Қаракүшік деп қойған көрінеді. Көп ұзамай Ақпанның жары Айша сырқаттанып, бақилыққа аттанады.